Кімнен сұраласың? Қазақ дейтін халықты тентіретіп, жерелімге қаңғытып жібердік. Аш-Жалағаш Өзбек 30 жылда 40-50 миллион болды. Ал Алтынтаудың үстінде дамбасыз тыржалаңаш отырған қайыршы қазақ болдық қазір. Қаңғып Корейде жүр қазақ, Түркияда жүр қазақтың орта буржуазиясы, жаңа орта шағын кәсіпкері. Ал сөйтіп бүкіл елді аурудан өкпесін ірітіп, бүйрегін шіртіп, қыздарының бәрін жаңағы жезөкше қылып, тентіретіп, жаңағы енді келіп лесбиянка, голубой, ЛГБТ қылып, қаңғытып, көшесіне шығардық бүкіл әлемнің алдында. Сөйтіп, бүкіл халықты аздырып, тоздырып, мыңсан дінге, сектаға бөліп, саясатқа, жерге бөліп, руға, тайпаға бөліп, саяси ағымдарға бөліп, әртіс маймылдарына өтіріктен сақынаны беріп, жаңағы қалың аңыраған әншіменен жаңағы жартыми жезөкшенің бәрін жұлдыз қылып, сонда ұлттық арнадан көрсетіп бітірді ғой халықты. Әбден шипасын бітірді ғой. Тәнінде жаралады, улады, руханиятында жаралады, улады, дінмен улады. Бұл халықты әбден жаңағы туылғаннан пара беріп, өлгенше пара беретін. Пара бергенде қалыпты құмыс дейтін. Тіпті өлгенде Құдайды да періштені де парамен сатып алуға болады дейтін ұғымды қалыптастырып тастаған бейшара қазақпыз ғой. Енді саған біздің айтқанымыз не? Тарихи жадыңды қалпына келтір, саяси сауатыңды өсір. Үшіншісі, әділеттік сезіміңді, ақиқатшыл, ақшыл сезіміңді қалыптастыру. Біздің мақсатымыз сол. Сол үшін әңгіме айтамыз. Ертең осының бәрінің сұрағы болатын. Анау ақыреттегі, о дүниедегі сұрағын айтып тұрған жоқпын. Мына дүниедегі сұрағы болатындығын, және оның көпке созылмайтындығын, осы жуырда болатындығын айтып отырмын. Міне қазір Қытай компартиясын Шығыс Түркістандағы сұмдық саясатын, адамзатқа қарсы саясат деп Америка, Канада, міне Голландия мойындады. Енді Англияда қаралып жатыр, Еуропарламентте қаралып жатыр. Біздің мынау күні түні жаңағы кездесіп жатқан адамдарымыз, сөйлесіп жатқан сұхбаттарымыз, интервьюлеріміз, оның барлығы неден жүріп жатыр? Біз болмаса, осы мына алдарында тұрған жаңа басы қазандай, беті табақтай, мынау сапылдаған осы жігіт сол Америкаға қай жеріне керек дейсің? Олардың саясатына керек. Ойлама Америка мен Еуропа жәннат екен деп. Оларда да саясат. Оларда да саясат. Олар сол Қытайды қалай құлату керек? Олардың да мемлекеттік мүддесі бар, топтық, таптық, кландық мүддесі бар. Олардың да партиялық мүддесі бар. Олардың да өздерінің жаңа қалыптасқан саяси элитасының мүддесі бар. Ендеше сол қалыптасқан мүдделердің ортасынан қазақтың мүддесін орындап қал. Қазаққа пайдалы ұпайыңды алып қал. Алатын жерде алып қал, шалатын жерде шалып қал, ұратын жерде ұрып қал. Әйтеуір қазаққа пайдалы болса болды ғой. Маған біреулер жазып жүрді, ойбай, Еуропа мен Америка жарылқамай. Кім айтты саған жарылқайды деп? Кім жарылқады қазақты? Араб жарылқады ма? Түрік жарылқады ма? Кім жарылқады? Орыс жарылқады ма? Кімнен қорлық көрмеген қазақсың сен? Қазақты өзің ғана, өзіңнің ұлтшыл азаматың, өзің тәрбиелеген ұлың, өзің оқытқан іні, бауырың, аға, қарындасың ғана жарылқамаса, сені жарылқайын деп тұрған ешкім жоқ. Тактика керек, кіммен одақтасасың, түбі бір түркі түгел бол деп түрікпен біргесің, көршіңмен жақсы боласың. Анау Қытайдың 56 зауытын, оны да айтпақшы. Қайсы күні жаңағы әлемдік ақпаратқа салып жібердік. Жаңағы видеолар қаптап бізге келе бастады, зауытқа қарсы аудардық та салып жібердік, жазып жібердік. Сөйткенде масқара болып, біз сыйлап жүрген бір кісінің немересі ма, шөбересі жаңағы Қытайды құттықтап, Қытайдың диаспорасымын дейме бітеп отыр енді, обалай дейсің енді. Біткен жерің сол. Біткен жерің сол, шипаң сол. Қытай міне өстіп алып қойды. Жайықты келіп алғаны, жағаңа қолды салғаны дейді. Міне сол бабаңның айтқаны келді міне. Алматыны алғаны, алқымыңнан алғаны. Міне, алып болды. Енді кеп шошқаңды бақтырғалы отыр. Зауытын сал. 56 зауытты басын салып қойды. Сен тағы бүгін жылап отырсың. Ана бір үлкен кісілердің айтқан сөзін қарап, оны баяғыда салып қойды. Біттен 56 зауытыңды салып болды. Шипаңның біткені сол, қошаман бол, тәуелсіздік деп аңырап зарлайтын сол. Ойбай, Құдайға шүкір, анау басқалар ұйғырларда отан жоқ қой, күрттер жүр ғой 70 миллион болып. Құдайға шүкір отаным бар дегенде, сол отаныңда отырып, омиясың. Мына аңқаулығыңмен, мына көмпістігіңмен, мына мақұлбайлығыңменен өстеп отырып біреуге құтқарады деп отырғаныңда, сол отырған жеріңде Қытай орныңды тапқызып қояды. Отырған жеріңде Қытай орныңды тапқызып қояды. 56 зауыты келеді, 56 мың Қытай келеді, 56 мың Қытайдың 56 мың қасындағы шпионы келеді, 56 мың қызыңды қатын қылып алады. Оны бір бала туғасын қойып, екінші 56 мың қызыңды алады.
Сосын сенің 56 мың жаңағы шендіңе 56 мың доллардан пара беріп отырады жылына. Сосын параллель өкіметтің сонда болады. Сонда қазақтың қасқасымен жайсаңы жаңағы аңырайтын ақының да әншіңді қалаулайлым, Қытай деген құдай емес, бірақ құдайдан былай емес деп Қытайды құдай көріп табынған сонда болады қазақ. Көрсет қазақ қай жақта екеніңді. Көрсететін кезің келді. Енді осындайда көрсетпесең, енді осындайда Қытайға қарсы шықпасаң, енді осындайда ана сұмырай депутаттардың жағасынан алып, ей, мынау шошқаң не, мынау жерді сатқаның не? Деп өз талабыңды орындата алмасаң, біттің қазақ. Ақтабан чұбырында алқагөл сұлама жұңғар қайта шапты. 30 жылда 50 миллион, 60 миллион болатын қазақ, әлі 19 миллион болмады, оның 2 миллион басқа қалып шығарып жер, сонда 15-16 болдық па, болмадық па? Геноцид бұл деген. Қазақ халқын қыру бұл деген. Бейбіт заманда қыру. Кім айтты қырудың бәрі? Арбаның күпшегінен асқанның басын шабады деп. Мұнауда қыру, үйсіз қаңғыту. Идеологиясын дінен нанымын құрту. Сан сектаға сандынге жіктеу. Қаңғытып, енді қаңғытып жүр. Өткенде Кореядан бір бауырымыз хабарласып тұр. Алланың арқасы, Құдайдың арқасында, елбасымыздың арқасында Кореяны келіп көрдік қой дейді. Әй, не қылып жүрсің? Кореяда жұмыс істеп жүрмін, зауытта тығылып дейді. Міне. Соған тағы шүкір дейді. Шүкір дейді, ана сорлы айтады. Қатын балашаға қайда, елде қалды. Қанша уақыт болды, жарым жыл болды, заңсыз жүрмін, визам бітіп кетті дейді. Ел көргеніме қуанып жүрмін. Жақсы екенсің дедім. Қаңғып құл болып жүрсің сен дедім. Міне. Енді ана сұмырай депутаттарыңа талабыңды қой, орындат. Жер сатылмайтын болды деп алақайладыңдар. Жер сатылмайтын болды деп алақайлағандарың саяси сауатсыздық. Ол заң былай болу керек еді. Жер ешкімге сатылмайды. Шетел азаматына да, Қазақстан азаматына да. Миллион гектарлап жерді алып алған монопол капиталистердің қолынан жер тұтасымен тартып алыну керек еді. Әрбір ауылда қазаққа жер қайта бөліну керек еді. Әрбір ауыл, әрбір аудандағы жер интернетті ашық көрсетілу керек еді. Неге бір жерде жаңа халықтар өзде ешкімде білмейтін адамдар тұтасымен сол жердің қалқаны совет кезінен істеп, егін егіп, жеміс егіп келе жатқан жерде аяқ астынан біреулер қоршап алады. Кім екені білінбейді. Қазақтың әрбір жер интернетте иесі кім екендігі Google картада жариялану керек. Мемлекеттік құпиялық емес ол, әскери нысандардан басқасының барлығы. Мемлекеттік маңызды кен, ол кенінің бәрін Қытай алып қойды, олдан да саяси құпиялық емес, мемлекеттік құпиялық емес. Жер әрбір қаңғып жерсіз жүрген, тірісінде де жерсіз, өлгенде мәйітін жасыратында жері жоқ сорлы қазаққа берілу керек. Әрбір ауылдың қазағына 100-деген гектар жер тегін берілу керек. Миллион гектарлағандардың бәрінің қолынан мемлекет жерді тартып алу керек. Анығында солар өздері істеп отыр оның бәрін. Ал енді, мына жерде бір нәрсе бар. Шетел азаматтарына берілмейді. Ашық жазылған жоқ. Екіншісі, Қазақстанның азаматтығын алған шетелдіктерші. Немесе 1 миллион доллар параны сақ етіп беріп, сен ала алмай жүрген Қазақстанның азаматтығын алып, солар Чаңчунпаң деген Қытай келіп, Чакебай деп ат қойып, 1 миллион гектар жеріңді алсаш. Баңчунпаң деген Қытай келіп, Бәкебай деген атты қойып, 1 миллион гектар жеріңді алсаш. Онда ол Қазақстан азаматы. Кеше ғана құжатыңды сатып алған, немесе бір отырып қалған кәрі қызға үйленіп Қазақстанның азаматы болған. Сонда 1 миллион гектар жер алуға құқылы ма онда? Ойлан. Бізде халық тек қана бүкіл қазақтың бір сүйен жері ешкімге ешқашан берілмесін, тіпті керек десең қазақ азаматына демесең, мына жеріңді тұтасымен Қытай алады. Өскемен Семейін қалып қойды. Ауылдың бәрін көшіртіп жатыр, мал ауру болды деп. Шошқа бағат деп Өскеменнің жаңағы Ұлан ауданының қазақтары шулап жатыр. Неге? Ауылды тастап көшсін деп отыр. Соның бәрін Қытайға беріп қойды. Ал сен қалаулайлым деп аңырап отырғаныңда, анау жаңағы молдаларының 30 жылдан бері езіп қыртқан жаңағы адамдарға бір таза діни білім емес, тек қана садақа, зекет, пітір ашамай жуудан басқаны айтпайтын, сол жаңағы Құдайдан емес, Қытайдан қорқатын жаңағы солардың
Ağzına malıtıp oturganыңda elingdi de jeringdi de Kıtay alıp koydu. Oylan Kazak.